мені. Дождися, қазір мамалар кетсін, бүкілін жинатам сендерге. Аузым! Ай! Мен оларға көрсетем. Менің шын бейнемді көрмеген екен олар. Айтпақшы, білесің бе, қазір мамалар кетеді. Екеуміз бүйтіп жатып, демалып жепсемізді. Жеп отырайықшы, демалайықшы. Күшті ғой бізге. Ешкім анан істе, мынан істе демейді. Өзіміз үйді шашып, қалағанша қалауымыз біледі. Өзіміз жүре береміз. Сепсемізді ал. Мама, ары бері жүгіріп жүр ғой. Мә, жемек кетеді. Ұзақ жолға кетсе ғой, я? Қызық болады. Екеуміз ғана жепсемізді жеп, ешкімге айтпай көрсетпей істейміз, я? Күшті болады. Бізге я келсе де. Ал, мен дайынмын. Кетуге дайынмын, жолға шығамын қазір, Құдай қаласа. Ал, қыздарым, жандарым, қызғалдақтарым, сендерге тосын сыйым бар. Қандай? Балапандар, мен қазір ұзақ жолға кетіп бара жатырмын, сендер қорқып қалмасын, іштері пыспай, барлық нәрсені дұрыс жасатып көмектесіп отыратын няня жалдадым сендерге. Мам, няня қалғым келмейді, біз қорықпаймыз да, өзіміз үйді жинап барлығын жасай аламыз, тып-тыныш отыра аламыз. Ма, саған мен сендерге қайта ұнайды ма деп ойлап қалсам, няня... Мам, бізге ұнамайды ғой. Медина, сендерге няня керек, сендер әлі кішкентайсыңдар. Сендерді бір өздерін қалдыруға қорқам, мен ойланып уайымдап жүргенше қайта қастарында няня болғаны жақсы ғой, мақұл ма? Мамаға ұнамайды. Біз өзіміз үйді жинап тып-тыныш отыра аламыз. Енді уже мен енді шақырып айтып қойдым, уже келеді қазір нянямыз уже. Ана есікті уже неғып жатыр, есікті қағып жатыр, мен барып кіргізіп келейін, я? Мам, кіргізбей қойыңшы. Медина, не істейміз, керек қой няня бізге? Няня керек жоқ. Мен сендерді уайымдаймын, мен ертең келу мүмкін, жолда біз тойға кіреміз. Мам, біз қорықпаймыз. Өзіміз тып-тыныш отыра аламыз. Мама, уже няня шақырып қойды, енді біз өзіміздің ойындағымыздай жепсемізді жеп отыра алмайтын болдық, қалауымызды істеп, я. Енді не істейміз? Енді шақырып қойыпты уже. Біздің шақырған нянямыз да кеп қапты, жақсы болды ғой, уақытысында келдіңіз. Саламатсыз ба? Жақсы болды ғой, асығып тұрған едім, уақытысында келдіңіз. Жүріңіз, мен сіздерге қызымды көрсетейін. Менің балаларым қайда? Мына жақта балапандар. Я, осы қыздар, няня сізге тапсыратыным, тамақтарын уақытылы беріп, жақсылап тамақтарын жеп болғаннан кейін тістерін жуғызып, постельдеріне жатқызасыз, өздері ұйықтап алады. Мен қыздарым айтқан тілді алғыш, бұлар ешқандай бұзық емес, бірақ сонда да мен алыс жолға кетіп баратқаннан кейін уайымдамай сізге жақсылап тапсырып отырайын, сенімді болып отырайын деп сізді шақырдым. Амина, мен сен қайта танысып, нянямен дұрыстап келісіп алама десем? Мына қандай няня? Бүтілі ғой. Ал аттарың кім сендердің? Менікі Амина. Менікі Медина. Сендер, менде көзімені. Танысы болды. Танашы мені. Дождися, қазір мамалар кетсін, бүкілін жинатам сендерге. Я, күшті. Секунд екен балаларыңыз. Я, маған сеніп тапсырсаңыз болады. Уайымдамай қыдырып, әдемілеп келе беріңіз. Маған сенсеңіз болады, өзімді қарап, әдемілеп отырамын. Жарайды, рахмет сізге. Я, болды, сау болыңыз. Тез, мен
түскі асыма дейін дайын болыңдар. Тез аяқтап кашаны пісіріп, бәрін тамақ пісіріп, күркелер жуып, турап қойыңдар. Ұқтыңдар ма? Мөйлә, апай керісінше болып кетті ғой сіз. Негізі бізге тамақ істеу керек едіңіз ғой. Көп сөйлемей болыңдар. Аяға барған соң шыбынның да дауысы шықпасын. Өзім жасап демалайыншы. Қош. Няня сен андай суға уғызып апарып береміз ба? Маған тезірек су әкеп беріңдер. Не дейді? Су дейді ма? Как раз жақсы. Әкелдік суымыз бар. Іш болайық. Ей, алып кет мәнен. Ұстат тез. Жазмышко. Мә, осы няня шебіртілеген есінен адасқан ба? Біз, ол няня негізі бізге қарау керек еді, біз оған қарау атырып қой. Ана, алдыңғы няняны пранк жасаймыз деп шашын күйдіріп өртеп жіберіп едік қой. Соған да пранк жасайық та. Давай. Солай. Жемчугаш. Мен саған беремін, мен артынан бүйтіп ұрып жіберемін. Мінеки, әпше сізге тәтті нәрсе дайындап қойдым. Жеп көріңізші. Аузым, су. Аузым, ай. Қуасындар ма сендер? Сендер не бүйтіп атсыңдар, а? Мен сендерді жазалаймын. Жоқ, әпше, жазаламам. Сендер, балақайлар, сендер жазаламасам болмайды. Неге бұлар ақымақтар? Жазалаймын мен бұларды. Қазір мен оларға көрсетем. Менің шын бейнемді көрмеген екен олар. Ей, Сіз кімсіз? сендерді қазір сиқырлап тастайын ба? Няня, қайтасыз? Менмін няня. Мен нянямын. Сендерді сиқырлап. Сендерді не нәрсеге айналдырсам болады екен, а? Қазір сендерді сен қорқақ қоянға айналып кетесің. Ал сен болса мысыққа айналып кетесің. Абракадабрака. Сендер мені көрмеген екенсіңдер. Мінеки осындай жағдайға тап боласыңдар. Көшедегі балдарды да қорқытып қайтпасам.